Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Лаваштан бөрек жасауды үйрететін боламын. Қарапайым заттардан тұрады. Жасалуы өте оңай. Таңғы асқа немесе қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде осындай дөңгелек лаваш болуы қажет. Мен оны ортасынан бөліп аламын. Үшбұрыштылап кесетін боламын. Пиццаны бөлгендей үшбұрыштылап барлығын кесіп аламыз. Үлкен дөңгелек лавашты мен 8 бөлікке бөлдім. Менде қонақтар келетін болғандықтан мен 2 лаваш алып, оны 8-8-ден 16 қылдым. Одан кейін мен сырды болса үкіштен өткізіп аламын. Үкіштен өткізбей-ақ 4 бұрыштап ұзынша етіп турап салсаңыздар да болады. Немесе ортасына сүзбе салсаңыздар да болады, колбаса салсаңыздар да болады. Мен қазір осы ірімшікпен укропты бір-біріне араластырамын, әдемі дәм беру үшін. Сол себепті де үкіштен өткіздім. Осы начинкамызды жақсылап дайындап алдым, одан кейін жұмыртқаны дайындап қоямын. Қазір бөрегімізді біріктіру үшін, ашылып кетпес үшін. Жасалуы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Осылай трубочкалар жасайтын боламыз. Сіздер жасап көріңіздер, әсіресе творогпен жасасаңыздар, бұдан да дәмді болып шығады. Қысып тұрған майда бөректерімізді алдын-артын жақсылап қуырып аламыз. Бұл бөректерді сіздер морозкеге салып қатырып қойсаңыздар да болады. Қонақтар келген кезде аяқ астынан осылай тез қуырып ұсына саласыздар. Баршаңызға ас болсын, сіздер жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға қолдауларыңызға рахмет.